Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді десерттің рецептісімен сіздермен бөлісемін. Яғни бұл жерде шпинат, банан және де анар дәндері қосылған мини пирожныйлар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен шпинатымызды жақсылап жуып тазалап, үстіне сәл сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз, яғни пюре жасаймыз. Бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқа және қантымызды салып, және өзіміз жаңа дайындап алған шпинаттың пюресін салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұн және қамыр қопсықышты қосып алдық. Бұны да осы жерге қосып, яғни бәрін жақсылап араластырып, бір қалыпты масса дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп формамызға, яғни массамызды толығымен үстіне салып, тегістеп жайып аламыз. Жақсылап бір тегістетіп жайып алғаннан кейін 180 градуста ысып тұрған пешке салып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді піскен және суытып алған бисквитіміздің үстін осылай стакандардың көмегімен домалақ форма жасап аламыз. Формаларымызды ақырындап алып шетке тізіп қоямыз. Міне бисквитіміз дәл осындай болып шықты. Қалған қамырымыздың, яғни бисквиттерді осылай ұсақтап, крошка жасап дайындап аламыз. Енді дайын болған бисквиттің үстін жылы сүтпен пропитка жасап шығамыз. Яғни кішкене үстіне жылы сүттен жағып шығамыз. Енді яғни бисквиттің үстіне 1-1,5 сантиметрмен кесілген банандарды қойып шығамыз. Бананның жан-жағын енді креммен осылай әдемілеп жағып шығамыз. Крем менде клегей және де творожный сыр және қант ұнтағын үшеуін қосып араластырып, және басқа да кез келген крем жақсаңыздар болады. Енді осы кремнің үстін жаңа өзіміз дайындаған крошкамен толық бетін жауып шығамыз. Үстіне гранат, яғни анардың дәндерін сәндік үшін қойып шығамыз. Міне біздің шпинат қосылған және арасында бананы бар клейкейден жасалған креммен қапталған өте дәмді мини пирожныйларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болып шықты. Отбасыларыңызға ұнайды. Ұнаса лүпіл басып қолдау көрсетсеңіздер болады. Көп рахмет назарларыңызға.